Баршаңызға сәлем достар. Бүгін өздеріңізбен қазіргі таңда хит болып жатқан Орео пирогының рецептімен бөліскелі жатырмын. Бір жасағаннан шығатын оңай жолын көрсететін болам. Бұл оригинал рецепт. Сондықтан видеоны соңына дейін қарауларыңызды сұраймын. Пирогымызды жасап бастайық. Бізге алдымен бөлме температурасындағы сары май керек. Оның үстінен қантымызды, жұмыртқамызды салып, жақсылап араластырамыз. Жақсылап араластырып болған соң, енді құрғақ қоспаларды қосатын боламыз. Алдын ала илегіштен өткізілген ұнымыздың үстінен какао ұнтағын қосамыз. Оның үстінен жүгері крахмалды қосамыз. Достар, міндетті түрде жүгері крахмалын қосыңыздар, себебі біздің пирогымыздың дәмі ерекше үгітіліп, жұмсарып, сондай болып тұрады. Сондықтан жүгері крахмалды қосуды ұмытпаңыздар. Және оның үстінен қамыр қопсытқыш салдым. Енді осылардың барлығын жақсылап араластырамыз. Қолымызбен араластырып отқан кезде өзі жұмсақ қамыр шығады. Өте қатты жұмсақ болады қамыр, илеген қамырымыз. Қолға сәл-сәл жабысып тұратын сондай қамыр болады. Енді осы қамырды кіші және үлкен бөлікке бөлдім. Екеуін салафан қалтасына салып, мұздатқышқа 1 сағатқа қойып алам. Бізде қамыр сәл қату керек. Одан кейін менде осындай дүкеннің сүзбесі бар. Сол сүзбемнің үстінен 2 жұмыртқамды жарып, осы кезде шанышқымен сүзбен түйіршіктерін жазсаңыздар болады. Болмаса менкіндей блендердің көмегімен барлығы бір масса болғанға дейін араластырып алсаңыздар болады. Мен үстінен қаймақ, қант салдым да, осылай блендермен 1-2 минуттың ішінде барлығын бірдей етіп езіп алдым. Көріп тұрғандарыңыздай, менде сүзбе салмам осылай біркелкі болды. Енді мұнда салафан қалтасына Орео печеньелерін салып, оқтаудың көмегімен езіп алдым. Қатты майдалап езіп жібермеңіздер, себебі біздің печеньелеріміз көрінбей қалады. Піскен кезде мен үлкендеу етіп кестім, турадым, және осыны жақсылап араластырамыз. Мұздатқыштан қамырымды алдым. Менде 1 сағаттың көлемінде қамыр болды. Енді үлкен қамырымды алып, оқтаудың көмегімен жаям. Осы кезде пешімізді қыздырамыз. Пешіміз қызып тұруы тиіс. Оқтаудың көмегімен жайып, жан-жағына осылай бортик жасап, формамызды майлап, осылай қамырды қойып шықтық. Және шанышқының көмегімен әр жерінен тестім. Және осы кезде салманы саламыз. Кішірек алып қойған кішірек қамырымызды үккіштен, үлкен көзімен үккіштің қамырымызды өткіземіз. Барлық жеріне жеткізіп. Бізде мұнда барлығын дайындап болдым. Енді қызып тұрған пеште 35-40 минуттай пісіріп аламыз. Менде мұнда 35 минутта пирогым пісті толығымен. Менде осылай формам асты ашылады, және осылай оңай алынады. Пирогымыз піскен соң, кем дегенде 2 сағаттан кейін суытып барып, 2 сағаттан кейін барып кесулеріңізге сұрайым, себебі ортасы қатуы керек. Мұнда менде 2 сағаттан да көп болды. Мен суыған беттен тоңазытқышқа 3 сағатқа салып қойдым. Көріп тұрғандарыңыздай осындай биік, өз-өзін ұстап тұратындай, керемет пирог болып шығады. Дәмі енді ауызға салсан, аузында еріп тұратын керемет Ореоның, сүзбенің, шоколадты корждың дәмі керемет болып сезіледі, достар. Сіздер жасап көрулеріңізді сұраймын.
Достар, егер менің арнама тіркелмеген болсаңыздар, мұнда подписаться батырмасын басып, міндетті түрде арнама тіркеліп қоюларыңызды сұраймын. Себебі арнамда көптеген мастер-класстың тегін рецепттермен бөлісіп отырамын. Достар, сіздермен болған дәмді астарыңыз дәмді болсын.